Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ, тәтті, сүтті нанның рецептісін көрсететін боламын. Сіздерде осындай нан болса болды. Ең алдымен нандарымызды осылай үш бұрышты етіп кесіп аламыз. Енді турап алған нандарымыздың барлығын мантоваркаға салып булап аламыз. Өте жұмсақ болып шығады, әрі бұл нан тәтті болып шығады. Біз тіпті кейде қонақтарға да дәл осылай жасап береміз. Шаймен ішуге өте керемет. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Нанымыз жұмсарып, буланамға дейін енді сүтін дайындаймыз. Кез келген дүкеннің сүтін қолдана береміз. Яғни кейбір коробкадағы сүттер іріп кетеді. Яғни ысытқан кезде соғанда мән береміз. Мен қолдың сүтін пайдаланып жатырмын. Үстіне қант салдым, май салдым, жақсылап барлығын араластырамын. Мінекей осы сүттің үстіне 5 ас қасық қант салдым. Тәтті болу керек бізде. Майымызды, қантымызды араластыра отырып, яғни ертіп дайындап аламыз. Ыстықтау болады бізде сүт. Мінекей біздің буға қойған нанымыз да дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Бірден ыстық сүттің үстіне салып, кішкене батыра отырып, яғни сүтін сіңіртіп аламыз. Нанымыз біздің жұмсақ болғаннан кейін, яғни сүтті тез сіңіріп алады. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Дайын болған сүтті нанымызды дәл осы күйінде дастарханға ыстық күйінде ұсынамыз. Өте дәмді, керемет болып шығады, жұмсақ. Балалар да бұны сүйсініп жейді. Тіпті шаймен ішуге өте керемет. Үлкен кісілерге өте жақсы. Тіпті бұл нанды біз көп қонақ күткен кезде де жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Яғни бұл нанды жеген кісілер бірден рецептін сұрайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үй-іштеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар, қоңырауша белгіні баса кетіңіздер. Сіздермен тиімді рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Фариса ас болсын.